Сәлем, менің атым Жанат, мен Қазақ Евелер зергерлік үйінің бас дизайнерімін. Бүгін мен сіздерге зергерлік дизайнға қалай келдім, инсайттарым және шабыт келгенде не істеу керек екенін айтып беремін. Бұл жолға мен ұзақ уақыт ізденіп келдім. Бірінші заңгерлік білімім ішкі қанағат сезімін сыйлаған жоқ. Екінші дипломым бойынша мен сәулеттік дизайнда жұмыс істедім, кейін кітап иллюстрациясына ауыстым. Осылай ішкі ізденіспен өзімді табу процесінде жүрдім. Бір күні Қазақ Евелер компаниясының дизайнерлерге арналған байқауын жариялағанын көріп қалдым. Бақ сынап көрдім және сол сәттен бастап мені бір толқын алып кетті. Әр сәтте эскизді аяқтағанда мен Аллаға алғыс айтамын, өйткені бұл менің туындым ғана емес. Бұл ішінен өтіп шыққан, мен арқылы жүретін бір процесс. Сен бұл процесті жаратпайсың, ол сенімен бірге өмір сүреді. Әрине, басында менде тәжірибе аз болды. Өзімді ұзақ уақыт бойы дизайнер ретінде қабылдай алмадым. Сырттай қарап жүргендей болдым, бірақ бір күні көшеде бейтаныс адамдардың үстінен өзім салған қарлығаш, сәукеле, Роза Байғаланова бұйымдарын көрген кезде, кейін алтыннан жасалған бұйымдарды да кездестірген кезде, мен оларды ұстап көріп іштей таң қалдым. Қалай? Бұл тек қағаздағы сурет еді ғой, қалай осындай керемет бұйым болып шықты деп. Сол кезде мен түсіндім, дизайнер бұл тек идеяның бастауы ғана. Артында қаншама адам, технология, еңбек және жұмыс уақыттары жатыр. Тек өзінің әдемі эскизіңді емес, бүкіл процесс жолын көре бастаған кезде сен бір ауырлықты сезінесің. Бұл ауырлықтың аты жауапкершілік. Әрбір сызық, әрбір ою, ертеңгі күннің бір бөлшегі. Олар болашақта электронды музейлерде де тұруы мүмкін. Біз қазір жаһандану дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Сол себепті халықтар өз болмысын қайта іздеп, тарихи бастауларына оралуда. Бұл үрдісті бәрі байқаған болар. Мәдени мұраға, орнаменттерге, тарих пен символикаға деген қызығушылық артып келеді. Алайда біз сол тарихи бейнелерді қайта қазіргі заманға толықтай енгізе алмаймыз. Бұл жерде дизайнерлардың рөлі аса маңызды. Өткен мен бүгінді байланыстыратын және осы заманның талғамын, келбетін қалыптастыратын адам. Дизайн жасау тек шабыт қана емес, ол тәртіп пен жүйелілікті талап етеді. Кез келген жұмыстың өзінің рутиналық сәттері болады. Суретші тарихты, мәдени контекстті зерттеу керек. Зергерлік дизайнер болсаң да, тек техникамен шектелмейсің. Сәулет, этнография, әдебиет, философия, мифология, музыка, кино, ұлттық киім тарихы, ұлы жібек жолының мәдениеті сияқты салаларға да көз салуың қажет. Неғұрлым көп нәрсені көзіңмен көріп, жүрегіңмен қабылдай білсең, соғұрлым сенің шығармашылық қолтаңбаң бай әрі дара болады. Олжас Сүлейменов жазғандай, алғашқы күрделі геометриялық форма абақ, ортасы нүктелі шеңбер. Біздің айналамыздағы барлық нәрсе осы қарапайым пішіндерден туындайды. Олар өз ырғақтарымен дамиды. Түркілік орнаменттер үнді европалықтардан өзгеше. Олар пішінге де, атауға да, мағынаға да бай. Қазақта мыңнан астам ою-өрнек бар. Егер олар дұрыс сәйкестендірсең, бүгін бүтін бір тарихты оқи аласың. Осы тәсіл арқылы біз өз бұйымдарымызға жеке оқиға, жеке тіл енгіземіз. Қазақ даласы үнсіз заңдарға сүйеніп тұрады. Тек әдемі болған үшін оюды қолдану бұл үлкен қателік. Оның мәні, мақсаты мен қолданылатын орны болу керек. Әр бұйым сіздің эмоцияңызды, тілегіңізді, ішкі үндестігіңізді жеткізетін құрал. Бұл шынайы мәдени мұра. Соңында айтарым, кез келген шығармашылық адамда тоқырау болады. Кейде идеядан босап қаласың. Мен бұндай сезімді жақсы білемін. Мұндай сәттерде қарапайым нәрселер көмектеседі. Кітапханаға бару, серуендеу, бақылау. Бірақ ең маңыздысы көру тәжірибесі. Бұл сіздің ішкі компасыңыз, жол көрсетушіңіз. Оны күн сайын баптап отыру керек. Және есте сақтаңыз, егер сізде мазасыз сезім болса, демек сіз жаңа идеяның табалдырығында тұрсыз. Қателесу бұл қалыпты нәрсе. Қабылданбаған эскиздер де қалыпты нәрсе. Егер шынымен қиын болып кетсе, демек сіз жаңа сатыға жақындап келдіңіз. Қорықпаңыз, қадам жасаңыз.